Ақтөбедегі орталық мешіттегі харасмент желіні шулатты. Мешітке барған блогер Эммануэла Наурызбаеваға бейтаныс жігіт бір түндік некеге тұруға ұсыныс жасаған. 42 жастағы күдікті 5 тәулікке қамалды. Видео әлеуметтік желіде қызу талқыланып, қоғамда үлкен резонанс тудырды. Соңғы уақытта дінге бет бұрғанын ашық көрсетіп жүрген әнші Рүстем Жүгінісов қыздың өзін айыптай сөйлеп, ашық сынға алған еді. Артынша кешірім сұрап та үлгерді. Әйелдерге мешітке бару парыз етілмеген деп мәлімдеме жасағандар да табылды. Десе де жағдайға қатысты діни басқарма нақты жауап беріп, 4 мазхабта да уақытша неке жоқ екенін, мұндай шарттың мұсылман әдебіне сай келмейтінін әрі айыпталатын әрекет екенін мәлімдеді. Мешітте харасментке ұшыраған қыздың оқиғасы жеке бір адамның әдепсіз әрекеті ғана емес, дін мен қоғамдық моральдың ара қатынасын қайта қарау керектігін айқын көрсетті. Салалық мамандар ислам дінінде неке адалдық, жауапкершілік және сыйластыққа негізделген ортақ келісім екенін айтады. Ал бір сәттік ләззат үшін неке рәсімдеу дін қағидаларын бұрмалау ғана емес, нәпсіні ақтаудың құралына айналдыру болмақ. Ең қауіптісі діни рәсімнің мәнін білмейтін жастар осындай жалған түсініктердің құрбаны болуы мүмкін. Әрі мұндай жағдайда уақытша неке әйелді әлеуметтік және құқықтық тұрғыдан әлсіз етеді. Атап айтқанда әйелдің тұрмыстық зорлық-зомбылықтан қорғану тетіктері әлсірейді. Себебі заңды некелік мәртебе жоқ. Егер бала дүниеге келсе, әке тарапынан жауапкершілік пен қамқорлықты заң арқылы бекіту қиынға соғады. Заңды қорғауға ие бола алмағандықтан, әсіресе зорлық немесе жүктілік кезінде некені дәлелдеу мүмкін емес. Бұл әйелді құқықсыз, ал күдіктіні жазасы қалдырады. Бұл оқиға діни білімді тек сенімді дереккөздерден алу, мешіттерде этикалық тәртіпті қатаң сақтау, сондай-ақ әйелдердің діни және азаматтық құқықтарын қорғау қажеттігін тағы бір мәрте еске салды.